Біреу бүгін бай болғым келеді дейді, бай Құдай болғым келеді. Әрине, бұндай ой пікір бәріне таныс. Адамға бүгін ештеңе жетіспейді. Біреу бір жақтан жаңбыр тілейді, біреу бір жақтан құрғақ тілейді. Жаңбыр жаумаса екен деп. Құдайға не істеу керек соны айтыңыздаршы достар. Армысыздар, ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті тыңдарман. Бүгін бағдарламада Бақытты жүрек бағдарламасында Асылбек пен мен Әсет екеуміз. Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге рухани бағдарламамызды ары қарай жалғастырудамыз. Сонымен жаңағы сұраққа жауап берсеңіздер, Құдайға не істеу керек? Бүгін жанұяда да ата-ана балалардың аларында қиналады. Біреуі мынаны кием дейді, екіншісі ананы кием дейді, кей кезде қаражат жоқ. Әрине адамдар бүгін қиналады. Қиналғаннан, біреулер қиналғаннан Құдайдан сұрайды. Біреулер жүрегінен енді көп толығынан ба қалай айтуға болады? Керісі жағынан біреуі көптілігінен, жетіскеннен дейді ғой, кейбіреулер айтады ғой, жетіскендіктен. Сонымен не істейміз ал? Бірақ оның бәрі қаяқтан пайдалы? Басында негізі ондай болған жоқ қой достар. Біз осы сабақтарымыздың басына да басқа бағдарламаларда бұл жайлы айтып жүрміз. Күнәнің кесірінен өлім пайда болды. Өлімнен кейін қазір енді сот болып отыр ғой. Сот жайлы анықтаманы көтеріп жүрміз біздің сабақтарда. Әрине бақытты жүрек бағдарламасында толығымен біз рухани тақырыптарды көтереміз. Өлім және мәңгілік өмір туралы киелі кітап ілімі туралы айтамыз енді. Бүгінгі енді осы қорытынды сот шешімі бойынша бүгін өтетін тақырыбымыз. Сонымен өткен дестерге осы бүгін мысалы 6 желтоқсанға арналған тақырыпқа, кеше 5 желтоқсанға арналған тақырыпта мен ойымды толығына аяғын үлгерген жоқпын, өйткені уақытымыз 10 минуттақ болған соң. Енді жақсы адам ретінде, енді әр адам жақсы ғой, бірақ жақсы адам құтқарыла ма, Асеке, қалай айтасың? Жақсы адам мен құтқарылғанда дұрыс емес қой. Сотқа келе ме десе? Сен енді сотталама десе? Өзің Құдайды танитын адам болғансың, келікті жақсы білгенсің, енді сен сразу айтасың енді. Просто бұл сұрақ негізі қарапайым адамдарға енді өзің бір жағынан Құдайға сенетін адамды есептейді, бірақ Құдайдың айтқанын орындамайды енді. Құдайдың айтқанын орындаған ол қалай сонда? Келіп та кітапты оқу, мысалы арнайы Құдайдың заңын орындау, Құдайдың сөзімен жүру да. Ал көп адамдар оны орындамай-ақ, мен Құдайды білемін, менде бәрі жақсы деп ойлайды ғой. Енді әр адамның мысалы жеке меншік көлігі бар ғой. Егер жол бойынша жүріп бара жатқан кезде қызыл светофордан өтіп кетсе, бағдаршамнан өтіп кетсе, әрине оған не келеді? Айыппұл емес, не еді? Штраф қой. Штраф. Сондықтан енді ол сотқа келеді ғой. Сот сияқты енді административный болсын, не болсын. Егер бір одан да көп жаман нәрсе жасап қойған болса, онда ол әрине сотқа келеді. Ал егер бұндай зұлымдықтарды жасамай жүрген адамдар сотқа келмейді әрине. Адамдар қалай ойлайды? Мен жақсымын, менде бәрі жақсы, мен садақа беремін, ананы істеймін, мынаны істеймін. Енді мен мысалы тозаққа емес, жәннатқа түсемін дейді ғой, мысалы. Көп адамдар мысалы өзін тозақта емес, жәннатқа түседі деп ойлайды. Енді ол өте терең тақырып қой, ол жайлы емес, бүгін просто маңызды ойым жеткізейін дегенім да. Енді бір адамға келіп сұрайды, сіз тозаққа түсесіз бе, енді әлде жәннатқа түсесіз бе? Енді қай адам өзін тозаққа түсемін деп айтады? Ешкім айтпайды ғой. Жоқ, мен галстук болса галстугын түзелетіп, жоқ, мен жәннатқа түсемін деп. Ал сіз қалай енді сіз нақты шешіміңіз солай ма? Сіз өзіңіздің сөздеріңізде сенімсіз бе дейді да енді. Әрине. Жарайды, ал жәннатқа барар алдында сот болатынын білесіз дейді да. Енді естігемін, ол сотта жақсы өтіп кетесіз, или 5-ке өтесіз, или 3-ке өтесіз, 2-ке өтесіз. Енді кім айтады 3-ке 2-ке? Әрине 5-ке өтемін дейді. Жарайды, сұрақ қояды да, мысалы Құдайдың заңдарын сіз бәрін орындадыңыз ба? Қандай заң? Адамдар заңды да білмейді. Заңдарды да білмейді, иә. Сонымен сол секілді достар, енді біз заңды да білмейміз, бірақ өзіміз жәннатқа түсеміз дейді. Сіз жәннатқа түсетініңізге сенімсіз ба? Соған өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Егер де сенімді емес болсаңыздар, егер де сіз сенімді болғыңыз келсе, біздің сабақтарды өтіңіздер. Осы бейнебаянның астында Аль-Китап деген сілтеме бар. Енді әрине ол сабақтарды өтіп сіз дереу жәннатқа түсесіз деп айтамаймыз, бірақ ол жақта сабақтар арқылы сіздер кішкене толығырақ анықтамаға байисыз да, не істеу керек, қалай істеу керек, Құдай сізден не қалайды. Сонымен жаңа Асылбек айта кеткендей, қорытынды сот шешімі бүгін тақырып. Орта ғасырларда Құдайды қатал жазалау төреші етіп көрсету тенденциясы күшті болды. Бүгінде ол балаларын ешқашан жазаламайтын, сүйіспеншілікке толы және кешірімді әке ретінде сипатталады. Алайда әділетсіз махаббат бейберекеттік пен заңсыздыққа, ал махаббатсыз әділдік езгі мен құлдыққа айналады. Құдайдың үкім шығару процесі оның шексіз сүйіспеншілігінен туындайтын
әділдік пен мейірімділіктің тамаша үйлесімі. Жазаны орындаудан кейінгі соңғы үкім Құдайдың адамзат тарихына соңғы және қайтымсыз араласуы болып табылады. Шайтан мен оның бүлікшіл періштелерінің көктен қуылуы, Адам мен Хауаның Еден бағынан қуылуы, ұлы топан су, Содом мен Гоморраның жойылуы, Мысырдағы тұңғышының өлімі және Анания мен Сафираның өлімі. Сондықтан адамзат тарихының соңында соңғы үкім зұлымдарға да берілуі ғажап емес. Мінекей келесі кітаптан оқитын үзінділерге уақыт келді. Қосатын ой бар ма еді, Асеке? Бәрі қандай енді зұлымдық осындай қалай айтсақ екен. Зұлымдықтың аяғы бар ғой енді, шегі бар. Адамдар ойлайды ғой енді. Кезінде кішкентай кезімде есімде еді, анам. Енді бәріміз кішкентай болдық, бәріміз жаманшылық жасап қоятынбыз ғой. Енді кей кезде ата-ана біліп қояды ғой. Сен кей кезде түсінбейсің қай жақтан біліп қоятынын. Сол кезде анам айтады, сен мені көрмейді деп ойлайсың ба? Жарайды. Енді анам Құдайға кішкентай жастайынан сенетін ғой анам. Сол айтады, енді мен көрмесем Құдай көреді. Құдай маған айтады, бостан босқа жамандық істемей қой деп. Бірақ сондықтан бәрі ақыр аяғы білінетін. Енді екінші Петрдің жазуын оқып кетейік. Екінші тарауын 4 пен 6. Екінші тарауды сен оқы, үшінші тарауды мен оқайын. Так, екінші осы ғой, иә? Себебі Құдай күнә жасаған періштелерді де аяған жоқ. Оларды қияметте сотталуға сақтау үшін тозақтың қара түнегіне ұстап беріп, шынжырлатып тастады. Тәңір ие ежелгі дүниені де аямай арсыз зұлымдардың әлеміне топан су жіберді. Есіңізде болса, топан су болған. Жалғыз қарғаны әділдікті уағыздаушы Нұх пайғамбар мен оның отбасы барлығы 8 адам болды. Құдай Содом мен Гоморра қалаларына да үкімдеп, күл талқандарын шығарды. Ол солардың мысал мен болашақтағы зұлымдардың неге ұшырайтынын көрсетті. Енді сол кітап, бірақ 3-ші тарау 10 мен 13 аяттар аралығы бізге былай дейді. Ұрының табан астынан түсетіні сияқты, еміздің қайта оралатын күні де білдіртпей кенеттен келмек. Сол күні аспан қатты ұшумен жоқ болып, дүниенің құрамдас бөліктері өртеніп құрып кетеді. Жердің өзі де, ондағы бүкіл жаратылыс пен адам қолымен істелгеннің бәрі де өртеніп жоқ болады. Бар дүние осылайша құрып кететіндіктен сендер қандай болуларың керек? Жүріс тұрыстарын Тәңір Иеге бағышталып, қасиетті де оған ұнамды болуға тиіс. Себебі сендер Құдайдың алдын ала белгілеген күнін сағына күтіп, оны тезірек келтіргілерің келеді. Сол күні аспан өртеніп құрып, дүниенің құрамдас бөліктері оттың жалынында балқып кетеді. Ал біз Құдайдың уәдесіне сай әділдік орнаған жаңа аспан мен жаңа жердің пайда болуын күтудеміз дейді. Енді осыны кішкене дәлелдеп түсіндіріп кетсек, не үшін Алла Тағала бұлай жасайды, не үшін Құдай осындай оттан өткізіп, өзінің періштелерін де аямай, адамдарды да аямай, өлімге келтіре жатыр деген сұрақ қойсақ, әрине біздің жауабымыз былай болады. Бұл тек қана біздің жауабымыз, бұл киелі кітаптың жауабы. Жаратушымыз адамды, өзінің жаратқан адамын, пендесін өте қатты жақсы көреді, бірақ ол жасап атқан, пенде жасап атқан істеріндегі кіналарды жек көреді. Сол бойынша әрине осы қылмыстар, осы кіналарды жек көргендіктен әрине ол осы қылмыстарды жояды. Жояды, сон жаңағы екінші мен оқып кеткен жерлерден қоса кетсек, адамдар көп нәрсені өздеріне қатты қыл енді. Жан-жақта бүгін қарасаң, көп адамдар дүние жинайды да. Құдай айтады ғой, бұл өмірді дүние байлық жинамаңдар дейді. Мәңгі өмірге қарай, дүние жинаңдар дейді да. Шіріп кетеді бәрі. Шіріп кетеді, бұл жақтағы бәрі шіриді. Сондықтан достар, бүгін біздің айналамызда не бар? Бүгін ой пікіріміз, мақсатымыз неде? Соған мән берейік, тақсылап ойланайық. Бағдарламамыз мына аяғына келді достар. Сабағымызды үлгермедік аяқтап, бірақ келесі жолы жалғастырамыз. Келесі жолға дейін сау болыңыздар. Сау болыңыздар.